Ассаламу алейкум, қадірлі Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда көкпардан жасөспірімдер арасындағы 6-шы Қазақстан Республикасының чемпионаты. Бұл чемпионат Шымкент қаласында, оңтүстік Қазақстан облысының орталық ипподромында қазан айында өткен еді. Міне сол чемпионаттың телевизиялық нұсқасын сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Бұл чемпионаттың шымылдығын түретін қос команда Ақтөбе облысы мен Қарағанды облысының құрамалары екенін айта кетейік. Кеше ғана ересектер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды, және ол чемпионатта оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы чемпион болған болатын. Міне қазір екі команданың әділ төрелігін жасайтын қос төрешілер сіздердің назарларыңызда. Ортадағы төреші Арыскелді Байтасов Қостанай облысынан, Ақылбек Меңдіғалиев, Досан Еламанов және Бейбіт Салмаев. Бірі Маңғыстаудан, бірі Қызылордадан, бірі Батыстан. Осындай азаматтар бүгінгі ойынға төрелігін жасайды. Міне Шымкент қаласының орталық ипподромының толықтай көрсетілімі сіздердің назарларыңызда тұр. Дәл осы алаңда бүгін жасөспірімдер, яғни 1999-2000 жылы туған жастар сіздердің алдарыңызда өнер көрсетеді. Бесіктен әлі белі шықпаған палуандардың бәсекесі десек те болатын шығар. Аттың үстінде 6 жасынан аттың жалын тартып мінген қазақтың жастарының өнерін бүгін тамашалайсыздар, қадірлі телекөрермендер. Сонымен бұл чемпионат жалпы биыл елімізде 6-шы рет ұйымдастырылып отыр. Қазспорт телеарнасы жасөспірімдер арасындағы да, жастар арасындағы да, ересектер арасындағы да чемпионаттарда жіті сіздердің назарларыңызға ұсынып жүреді. Биылғы жылы ғана жастар арасындағы чемпионат көрсетілмей қалды. Одан бөлек ересектер арасындағы және жасөспірімдер арасындағы чемпионатта міне сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмыз. Есесіне биыл әлем чемпионаты да Қазспорт телеарнасы арқылы бүкіл көрерменге жол тартқаны. Бұл біздің үлкен бір жетістігіміздің бірі десек болатын шығар. Жастар арасындағы чемпионатта Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасы чемпион болғанын айта кетейік. Ал ересектер арасында биыл күміс жүлдеге бұл ұжым қанағат тұтты. Және жастар арасындағы чемпионат сол Нұрдәулет Момыновтың ұйымдастыруымен Жамбыл облысында өткендігін тағы да бір тілге тиек етсек болады. Сонымен Ақтөбе облысы мен Қарағанды облысының құрамалары дәл қазір сіздердің назарларыңызда өнер көрсетеді. Таныстыра кетейік, әуелі Ақтөбенің жігіттері. Бірінші нөмірде Аслан Есенғарин, екінші нөмірде Абылай Тұрсынбаев, үшінші нөмірде Бегарыс Тұрсынбаев, төртінші нөмірде Оразғали Тұрсынбаев, бесінші нөмірде Амангелді Мырзақов, алтыда Әлшер Сәлімжанов, арғарай Атабек Байбарақов, Ермек Жандарбек, Дәурен Әбдірасыл, Ерлік Байғазы, Саламат Бүрікталиев және Түркістан Затыбек. Ал олардың қарсыластары Қарағанды облысының құрама командасы тиісінше мына тізімде өнер көрсетеді. Жарқын Жақсылықов, Қуаныш Рамазанов, Нұрлан Жұманов, Қанат Кемпірбай, Аллаберген Марданбай, Айбек Бәгзібеков, Айдархан Абдрахманов, Әбукәрім Сауқымбеков, Қуаныш Мусиров, Абылай Аманжол, Бегарыс Нұржанов. Міне ортадағы төреші Арыскелді Байтасов сіздердің назарларыңызда. Сонымен Ақтөбе облысының командасын жаттықтырған Темірхан Иманғалиев өзі осы Ақтөбенің Тайбұрыл көкпар командасының сапында ересектер арасында өнер көрсеткен, әлі де көрсетіп жүр. Ал команда жетекшісі Ақтөбе облыстық ұлттық спорт түрлері мектебінің директоры Бақтияр Төлеуов. Ал Қарағанды облысындағы осы көкпарды соңғы кездері қолға алып ұлттық намысты оятамыз деп жүрген азаматтардың бірі Шаризат Қазтаев Қарағанды облысы командасының жетекшісі, ал Талат Омарбаев команданың жаттықтырушысы екенін айта кетейік. Сонымен бәсеке басталды. Серке кіші шеңберден серкені ақтөбеліктер тақымға басып алып шыққанымен түсіріп алғанын көрдіңіздер. Және қазір жігіттер жерде жатқан серкеге таласуда. Егер
1 минуттың ішінде серке жерден көтерілмейтін болса, онда ойын тоқтатылады да автоматты түрде ортада жекпе-жек сайысы болады. Көк түстегі команда Ақтөбе облысының құрамасы екенін айта кетейік. Ал қызыл түсте тиісінше қарағандылықтар. Жасөспірімдер ғой. Сондықтан әзірге қолдары серкеге тиіп тұрғанмен оны серкені жерден іліп көтеріп кетуге сәлде болсын шамалары жетпей тұрған секілді. Десекте сәл-пәл денесі қызғаннан кейін қазір ойынның көркін қыздыра түседі деген ойымызда жоқ емес. Жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты, жастар арасындағы ел чемпионаты, ересектер арасындағы ел чемпионаты тұрақты түрде өткізілетін көкпардан. Жалпы жалғыз мемлекет ол Қазақстан. Көкпары жақсы деңгейде дамыған қырғыз мемлекетінің өзінде тек ересектер арасында чемпионат пен турнирлер ғана өтетін айта кеткеніміз дұрыс шығар. Ал кішкентайынан бастап осы 18 жасқа дейінгі жігіттерден бастап ересектерге дейін, былайша айтқанда қазақ тілімен айтқанда еңбектеген баласынан еңгейген қариясына дейін көкпар тартатын ол қазақ дейтін халық екенін мақтанышпен айтқымыз келеді, қадірлі телегөрермен. Сонымен қазір 8-ші нөмірдегі ақтөбелік Ермек Жандарбек және 10-ші нөмірдегі Қуаныш Мусиров сіздердің алдарыңызда өнер көрсетуде. Ермек Жандарбек серкені жерден көтеріп алған, оның қасында Түркістан Затыбек шауып бара жатқан көріп отырсыздар. Тамаша мүмкіндік қазір салым салуға. Аттеген ай, бірақ серке шеңберден шығып кетті. Тиісінше Затыбек Түркістан қазір бір салымға қол жеткізіп отыр. Қараңыздар, шөлбіреген жап-жас бала серкені жерден ілді де шеңбердің қақ ортасына тастай салды. Таныстыра кетейік, Түркістан Затыбек 2000 жыл туған. Жасы 17-де қазір. Астындағы тұлпары көк жебе. Ақтөбе облысының тумасы міне ойынның 4-ші минутында алғашқы есепті ашып, бірінші салым салып отыр. Бірақ негізі бұл салымдағы еңбек Ермек Жандарбектікі екенін айта кеткеніміз жөн шығар. Ермек Жандарбек жекпе-жектен серкені басып шығып, жеке дара шығып, мәреге жеткенімен салымды соңына дейін жеткізе алмаған өкінішті. Бірақ бұл олқылықтың орнын Түркістан Затыбек толтырып кетті. Тағы да Түркістан Затыбек қазір серкені өз тақымына басып алған. Аттың үстінде қалай отырады, серкемен қалай жұмыс істейді, міне шіркін. Жаста болса нағыз палуан бола осыдан ғой. Болар бола деген сөзі қазақтың бекер емес сияқты. Ақтөбеліктер қайта-қайта серкені тақымдарына басып жүр. Ойын алаңның сыртына шығып кетпесе болды қазір. Қарағандылықтарда кішкене қорғаныш шебі әлсіздеу секілді көрініп тұр. Дегесек те тегеурінді қарсылық көрсете алады деген ойым жоқ емес. Түркістан Затыбек тағы да серкенің тақымға басып алғанын көріп отырсыздар. Бірақ анау тақымның күші кішкене әлсіздеу болып тұр. Серкені тастап кетіп жатқан жайлары бар. Тағы да жерге түсіп қалды. Ақтөбеліктер міне серкені тағы да тақымға басты, жібермейді серкені. Алаңның шетіне дейін қолынан жібермеген еді, бірақ сытылып шығып кеткенін көрдіңіздер. Бұл жердегі серкенің салмағы, қадірлі телекөрермен, ересектер арасындағыдай 50-60 келі емес. Көз өлшеммен де көріп тұрған шығарсыздар. Асып кетсе 30 келі. Бірақ 17, 18, 16, 15 жасар балаларға бұл салмақтың өзі ауырлық қылатыны белгілі. Өйткені қанша дегенмен әлі буын-буыны қатпаған жігіттер ғой. Міне қазір ақтөбелік жігіттер тағы да серкені өз тақымдарына басып алуға ыңғайланғанымен жерде жатқан серкені 1 минуттың ішінде іле алмады. Тиісінше енді
ортада жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекте жаңа ақтөбеліктердің бағы жанған болатын. Сондықтан қарағандылықтарға арқа төсінен келген апай төстерге сақтану керек енді, кішкене болсын. Қорғаныста күшейту керек. Тағы да Қуаныш Мусиров шыққан секілді. Жоқ, Абылай Аманжол мен Ермек Жандарбек қайта шыққан екен. Ермек Жандарбек тағы да Серкені өз тақымына басып алды. Шіркін жекпе-жекте бет қаратпайтын жігіт екен. Оның үстіне Серкені еркін басып отыр. Қараңыздаршы. Тізгінді тартып мәреге жақындаған сәті қазір жеке дара шауып келе жатыр. Бұл салым болуға тиісті. Ай, аттығына Ермек Жандарбек осымен екінші рет дәл осындай қателікке бой алдырып отыр. Бұл олқылықтың орнын толтыру керек. Мүмкіндік бар. Ермек Жандарбектің өз секілді. Салым болар ма екен? Жоқ, бұл салым есептелмейді. Өйткені Серке шеңбердің дәл жиегінде жатыр. Міне қайталап көріністен көріп отқандарыңыздай, жекпе-жекте тамаша басып шықты. Осы кезде кішкене ертерек тастау керек, болмаса еңкейіп барып шиіріп тастап кетсе артқа қарай. Ермек Жандарбектің бұл шабуылы сөзсіз салыммен аяқталады. Енді салым болмай қалған жағдайда, Серке мәре сызығының жиегіне тиіп жатқан жағдайда, онда жалпы командалық тартыс болатыны баршаларыңызға белгілі. Биылдан бастап дәл осы ережемен ойнап жатыр. Серке әлі де болса жерде жатыр. Ақтөбеліктер міне Серкенің үстіне тұр. Еңкею керек енді. Қалың дода әзірге жоқ қой, сондықтан барынша тезірек еңкейіп Серкені алып кетуге тырысу керек. Қарағандылықтар қазір Серкені тақымға басты. Шіркін-ай. Қарағандының жігіттері міне. Көғайырмен көп шаппай тезірек мәреге қарай тарту керек. Аттың жылдамдығына сенетіндей ат секілді өзде. Жалпы қарағандылық аттардың көбісі жылдам, әрі жекпе-жекте нық тұратын аттар болады. Бұл жерде аттан айып жоқ секілді, бірақ бала байыппен шаба алмады. Серкені тақымға басып жүрудің өзі қиын екенін осы ойыннан көріп отырған шығарсыздар. Бұл көкпар шауып жүрген балалардың баршасы да бесігіміз ауылдан шыққанын айта кетейік, қадірлі телекөрермен. Жер-жерден, мәселен, Қарағанды облысының команда жетекшісі Шаризат Қазтаевтың айтуы бойынша, бұл жігіттерде осы Нұра ауданы бар, Қарқаралы бар, Қарағанды облысының бірнеше аудандарынан, ауыл-ауылдан, түкпір-түкпірден жиналған балалар. Осылардың баршасын Қарағандыға жинап, оқу-жаттығу жиындарын өткізіп, атпен жұмыс етіп біраз уақыт. Солай дайындап әкелген. Соның өзінде әлі де шикілік байқалады, дегенмен де қазақтың көкпарының болашағының жарқын екені осы жігіттердің ойынан көрініп тұрған сияқты. Ермек Жандарбек Серкені қайтадан тақымға басып алған секілді. Ермекке таласып, Қарағандының қосыланы келе жатыр. Серке ойналаңның сыртына шығып кетті, әттеген ай. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Бүгін Ермек Жандарбектің ойыны жүретіндей ақ сәт еді, екі салымды өзі жіберіп алды, әйтпесе тамаша мүмкіндіктердің үстінде тұрды. Қазір осы Ермек Жандарбекке ескерту жасап атқан Ырыскелді Байтасовты көріп отырсыздар. Ортадағы төреші Ырыскелді Байтасовтың туған жері Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданы болғанымен де қазір таңда Қостанай облысында қызмет атқарады. Қостанай облысындағы ұлттық спорттың бөлімі бар, сол бөлімде қызмет жасайды. Ермек Жандарбек пен Аллаберген Марданбай қайта шыққан екен жекпе-жекке. Міне Ермек Жандарбек Серкені жанынан тастамастай етіп қазір тақымға басады. Жеке дара шығып кетті, бұл салым болуға тиісті, және салым. Төрешінің шешімі қалай болар екен?
Төрешінің өзі түсінбей тұр қазір, рыс келді айтасың. Аттан түсіп қарайын деді. Сонымен қандай шешім қабылдайды? Иә, салым деп шешті. Ермек Жандарбек 3-ші рет апарғанда дұрыс тастады, оның өзінде әрең дегенде салым деп санағанын көрдіңіздер ортадағы төрешінің. Ермек Жандарбек 1999 жыл туған, астындағы тұлпары Орал торы. Міне ойынның 17-ші минутында есепті еселеп кетті. Бір сирақ расымен де жегіне тиіп жатқан сияқты көрінеді екен, дегенмен төреші аттан түсіп барғаннан кейін қателесуі мүмкін емес шығар еді. Кіші шеңберде қайта жатыр. Серкені қай облыстың жігіттері бірінші болып білер екен. Міне қарағандылықтардың қолы жетті. Доданың арасынан шығып кете алар ма екен? Жоқ. Еңкейгенмен тұрды, бірақ Серкемен емес жалғыз өзі тұрғанын көрдіңіздер. Серке әлде болса жерде жоқ. Ақтөбеліктер көтеріп үлгерген екен. Ерлік Байғазы Серкені көтеріпті. Ерлік Байғазы салым салып жұртынан Байғазы сұрай ма дебек. Бірақ ойын алаңның сыртына шығарып алды. Ортада жекпе-жек сайысы болады. Бірінші кезеңнің аяқталуына да көп уақыт қала қойған жоқ, қадірлі телекөрермен. Дәурен Әбдірасыл мен Аллаберген Марданбайдың арасындағы жекпе-жек. Міне Марданбайдың немересі Серкені тақымға басуға дайындалып тұр. Бірақ қарсыласының аты тұяғымен басып қалғанын көрдіңіздер. Қазір қарағандылық бір спортшыға ескерту жасады. Тіпті қаранарға отырғызған секілді. Себебі ортада жекпе-жек сайысы болып жатқан кезде сол жекпе-жектің арасына кіріп кеткен үшін аттың тұяғы бір адым басса да жекпе-жектің шеңберінің ішіне, онда қаранарға отырғызылатын білесіздер. Осылайша қарағандылықтар қазір 3 ойыншымен ғана өнер көрсетуде. Бұл ақтөбеліктерге үлкен мүмкіндік. Әрбір бала бір спортшыдан жауап алатын болса, онда тақымды басқан жігіт еркін барып, асықпай салымын салуға мүмкіндік ашылады. Дегенмен Серкені қарағандылықтар қапталдан қысып, ойын алаңының сыртына шығарып жіберді. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Бірінші кезеңде осылайша өз мәресіне жетті. Есеп 2-0 Ақтөбе облысының пайдасында. Қазір бірінші кезеңдегі есте қалған сәттерді көреміз.
Төрешінің ысқырығы естілді. Бұл екінші кезеңді бастаңдар дейтін пәрмен екені айдан анық. Серкеге Ақтөбенің жігіттері бірінші болып жеткенімен қарағандылықтардың қазір іліп кетуге мүмкіндігі бар, бірақ еңкеуге асықпай жүреді екен жігіттер. Міне Түркістан Заттыбек Серкені жерден көтеруге сәлек қалды. Тағы да Ақтөбелік жігіттер Серкеге еңкейген, тақымға басты. Аслан Есенғарин Серкені тақымға басқанымен, бірақ аттың тізгінін қатар ұстап жүре алмады. Нәтижесінде Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Жекпе-жекке бұл жолы кім шығар екен? Ермек Жандарбек шықса қарағандылықтарға қиындау болушы еді, бірақ ерлік байға шыққан екен бұл жолы. Аллаберген Марданбайға қарсы. Аллаберген Марданбай да осы жекпе-жекте бірінші кезеңнің соңында көп өнер көрсеткен палуан. Қайта-қайта Серкеге жақындап еңкейіп жатқанымен қарсыластың аты қапталдан қағып алыстатып жіберіп жатыр. Қазір міне Серкені Ақтөбелік палуан тақымына басты. Қарағандының жігіттері де қалысар емес. Қараңыздар қандай талас. Міне Қарағандылық палуан Серкені жұлып алды қарсыласынан. Алдына өңгеріп алған сәті, бірақ ойын алаңның сыртына шығып кететін секілді ме қалай өзі. Ақтөбелік палуан өз олқылығының орнын толтырып Серкені жұлып алған сол еді, бірақ ойын алаңның сыртына шығып кетті. Енді ортада қайтадан жекпе-жек сайысы болады. Тартысты белдесу, тартысты ойын деген осындай ақ болса керекті, қадірлі телекөрермен. Жастары 18-ге жетпесе де қараңыздар қандай өнер көрсетіп жатыр. Ермек Жандарбек пен Аллаберген Марданбайдың арасындағы жекпе-жек. Ермек Жандарбектің барлық жекпе-жекте жеңіске жеткенін ескеретін болсақ, онда тағы да бір салымның ұшы шығып тұр деген сөз. Міне Ермек Жандарбек Серкеге еңкейгенмен тақымға басып ала алмады. Қайтадан Серкенің жанына келіп қалды. Сол жерді қоныстанып болады екен, өзінің аты да астындағы. Күрең қасқамен еңкейген бойда іліп әкету керек Серке. Міне сираққа әдем жабысты. Міне Ермек Жандарбек Серкені жерден көтергенмен, бірақ тақымға басып ары қарай алып жүре алған жоқ. Ақтөбеліктер қайтадан Серкенің түбінде екі рет еңкейді. Екі мүмкіндіктен де айырылып қалғанын көрдік. Қалыңның ту сыртымен айналып өтудің орнына қазір доданың арасына кіріп кетті Ақтөбенің жігіттері. Тағы да Ақтөбелік палуан Серкені өз тақымына басты. 8-ші нөмірдегі бұл Ермек Жандарбек. Ермек Жандарбек осы Ақтөбенің жігіттерінің арасындағы ең мықтысы болып тұр әзірге. Ашылған осы. Ермек Жандарбек қазір жеке дара шауып шығуға мүмкіндік алуда. Қараңыздаршы, атты қалай тоқтатады. Мінекей келді мәренің үстіне. Бірақ қарағандылық жігіттер жан-жақтан қаумалап Ермектің астындағы атын жан-жағынан қыспаққа алып Серкеге жармасып салым салдырмай жатыр. Міне қорғаныс, міне шабуыл, міне ойын, қадірлі телекөрермен. Бақтияр Төлеуовтың шәкірттері қазір өте жақсы өнер көрсетуде. Міне тамаша мүмкіндік, әттеген ай.
Бұл шабуылды төреші қалай шешер екен? Көрейік. Міне қайталап көріністен сіздердің назарларыңызға ұсынып отыр. Біздің режиссерларымыз қалың доданың арасымен келді. Әдемі тастады, бірақ мәре сызығының жиегінде жатыр ма? Ол әзірге әлі белгісіз болып тұр. Төреші бұл салымды санамаған секілді. Есеп 2-0. Бұл салым саналған жоқ, қадірлі телекөрермен. Ақтөбенің жасөспірімдер командасы ересектер мен жастарына қарағанда өте мықты өнер көрсетіп жатыр. Өздері де жас мектеп қой ақтөбеліктер. Директоры Бақтияр Төлеуов те өте жас. Сондықтан жасөспірімдер командасы осылай мықты өнер көрсетуі заңдылық. Қараңыздар, 10-шы нөмірдегі ерлік Байғазының қалай Серкені құшақтап отырғанын. Міне тамаша. Өзінде қалдырды. Қарсыласқа бермесе де, өзіне қалмаса да әйтеуір соңына дейін күресті. Ақтөбелік балуандар тағы да Серкені тақымға басуға дайын. Серкені жерден көтерген де осы Ақтөбенің жігіттері. Таласып бара жатыр екеуі. Мәре сызығының түбінен өтіп кетті қазір. Ойын алаңның сыртына шығып кететін дейтір бар. Міне қараңыздар, қалай атты тоқтатады. Міне тамаша. Бұл ерлік Байғазы болуға тиісті. Мәреге жақындаған сәті бұл салым болар ма екен? Жоқ, айналып өткен екен қазір шеңберден. Мінекей, ерлік Байғазы Серкені өкінішке қарай түсіріп алды, бірақ әдемі өнер көрсеткенін көрдіңіздер. Ерлік Байғазы енді қазір қайтадан еңкейеді Серкеге. Түбіне дейін жеткізбей қоймайым. Соңында әйтеуір бір салым салам деп талпынып жүрген таланттардың бірі. Қарағандының жігіттері әлі ашыла алмай жатыр. Аттары мықты, тақымдары күшті, қолдары да жақсы секілді. Бірақ сол еңкейіп жерден алуға ыңғайлар болмай жатыр. Ақтөбеліктер Серкені әйтеуір ептеп ақырындап мәреге жақындатып жатыр. Тағы да ақтөбелік жігіттер. Аслан Есенғарин Серкені тақымға басып алды. Әйет деген ай. Осымен Аслан 2 рет Серкені тақымға басты, екеуінде де ойын алаңның сыртына шығып кетті. Серкені ұстаған кезде атпен дұрыс жұмыс жасай алмайтын секілді болып көрініп тұр. Ортадағы жекпе-жек Ермек Жандарбек пен Абылай Аманжол. Ермек пен Абылайдың арасындағы жекпе-жекте кім жеңіске жетер екен? Ермек әйтеуір жақындатпайды. Міне қараңыздар, қалай Серкені тақымға әдемі басты. Қандай жылдамдықпен алды десеңші. Ермек Жандарбек шабуылға тағы да шыққан сәті, міне жеке дара шауып шығуға мүмкіндік алуда. Мінекей тамаша, мәреге жақындаған сәт. Бұл қалай болар екен? Аят деген ай. Тағы да Серке шеңберден шығып кетті. Мінекей ақтөбеліктерге үлкен мүмкіндік бар. Қазір ерлік Байғазы келіп тұр. Бұл салым өте тамаша. Ерлік Байғазы бұл салымның авторы, бірақ еңбек Ермектікі. Ерлік Байғазы 1999 жыл туған, 18 жаста. Астындағы тұлпарын Самал деп атаған екен. Ақтөбе облысының ойыншысы, міне ойынның 38 минутында есепті еселеді. 3-0 осылай, қадірлі телекөрермен. Ақтөбеліктердің бағы жанды десек болатын шығар. 38 минутта салым салмаған қарағандылықтар қалған 1 минутта жетіп алады деп айту қиын.
Сондықтан біз ақтөбеліктерді бұл жеңісімен құттықтай берсек болатын шығар. Жасөспірімдер арасындағы 6-шы Қазақстан чемпионатының шымылдығын түрген ойында ақтөбеліктер алғашқы жеңістеріне қол жеткізіп отыр. Тағы бір қызық жайт, қадірлі телекөрермен, еліміздегі ең үздік командалар саналатын Жамбылдың Әулиеатасы мен оңтүстіктің Құлагері екеуі қазір бір топқа түсіп қалған. Екі команданың қайсысы жеңет, сол келесі айналымға шығады. Оны алдағы апталарда сіздердің назарларыңызға ұсынамыз бұл ойында. Қазір міне төрешінің ысқырығы естілді. Ортада жекпе-жек сайысы болуға тиісті. Қарағандылықтардың аттары да көрдіңіздер ме? Қозғалмай Серкенің қасына барған кезде асықпай тұра қалады екен. Атты жақсы тәрбиелеген. Енді баланың деңгейін өсіру керек бұл облысқа. Сонда үлкен нәтиже көрсететініне күмән жоқ. Жекпе-жек басталды. Ермек Жандарбек пен Абылай Аманжол қайта шыққан екен ортаға. Дәл осы жекпе-жекпен бүгінгі ойын өз мәресіне жететін секілді. Өйткені ойынның аяқталуына небәрі 1 минуттай ғана уақыт қалды. Тіпті одан да аз болса керекті. Ермек Жандарбек Ақтөбе облысының палуаны өзіне ұрымтал сәтті асықпай күтетті. Тамаша сәт пайдаланып Серкен өз тақымына басылады. Міне қазірде дәл солай жасады. Серкен тақымға басты. Ойынның соңғы сәттерінде бір салым салып кетуге мүмкіндік бар ма екен? Қараңыздар, Ермек Жандарбек тізгінді кері бұрды қазір. Шабуыл осылайша аяқталмай қалды. Төрешінің ысқырығы естілді. Ойында өз мәресіне жетті. Ақтөбеліктер 3-0 есебімен жеңіске жетіп отыр. Ақтөбенің ұлттық спортын осынау бір жеңісімен шын жүректен құттықтаймыз. Алда енді азулы қарсыластар күтіп тұр Ақтөбені. Сондықтан тартысты бәсекелерде белді босатпай бекем кірісуге сәттілік тілейміз, қадірлі телекөрермен. Бүгінгі бағдарлама көкпар ойын өз мәресіне жетті. Алдағы аптада қайта қауышқанша аман сау болыңыздар.